сәлем. Бүгінгі сабақта біз Android приложениесіне, то есть Android телефондарына қосымша жасайтын боламыз. Бұл қосымша бізде галереяға доступ алу, сол жақтағы суретті Java тілінде анықтап, соның жазылған сөздерді шығаратын болады. Біз ол үшін бірінші Android манифестте сторажға, то есть құрылғымыздың памятіне доступ береміз, яғни бізде галерея, және де Activity Main'де біздің интерфейсіміз осылай болады. Selected Photo button. Бұл біздегі галереяға доступ алып, содан загружать ететін боламыз фотомызды. Detected Text, сол фотодағы әріптерді анықтау үшін. Copy Text, сол шыққан мәтінді копировать етеді буфер обменаға. Detected Text осы жерде бізде анықталған мәтініміз шығатын болады, және де сурет бізде Image View'ді көрініп тұрады. Біз ол үшін бірінші Build Gradle'да Implementation арқылы біз Google'ға доступ алатын боламыз. Сол ML-Kit арқылы біз мәтіндерді анықтайтын боламыз. Main Activity'де керек импорттар жасаймыз. Бізде onCreate арқылы, действие арқылы біз button set click on listener арқылы, то есть buttonды басқан кезде изображение таңдайтын боламыз. Ол button selected болады. Button detector біз басқан кезде бірінші изображение таңда деп сообщение шығатын болады. Дальше select image бізде storage'ға доступ алып, содан image алатын болады. Осы арқылы біз image загрузка болған кезде, яғни біздің фотомыз приложениеде загружение болған кезде готовка распознавания текста деп шығады бізге сообщение. Егер изображение дұрыс, сурет дұрыс жүктелмеген болса, ошибка при загрузке изображение деп шығады. Detected Text біз сол приложение, то есть фотодағы текстті анықтаймыз. Егер анықтай алмаған жағдайда ошибка распознавания деп шығатын болады. Process Text бұл арқылы біз шыққан текстің результатын текст результаты сақтаймыз, және де оны текст ретінде string қылып сақтайтын боламыз. Copy Text пока егер әріп ешқандай распознание болмаса, нет текста для копирования, ал жауап шыққан кезде распознанный текст шығады, соны то есть распознанный текстті копировать етеміз, и ол сообщение шығады, буфер обменға сақталды деген. Так, бағдарламаны қосатын болсақ. Running device. Мәне біздің приложениеміз. Selected фотоны басамыз. Өзіміздің изображениемізді таңдаймыз. Detected Text. Мысалы, осы жерде Dual AMD Radeon RX 6600 AMD RDNA 2 архитектура дегенді біртіндеп шығарып беретін болады. Және де Detected Text. То есть осы арқылы обнаружение қылдық, және де Copy Textпен біз копировать етсек болады. Скопированный текст шығады. Буфер обменаға скопировать етіліп. Осымен бағдарламамыздың аяғы.